Бірінші, дүрлікпеңіз және дүрлігуге жол бермеңіз. Айналаңыздағыларды сабырлыққа шақырыңыз. Кез келген төтенше жағдайдағы қобалжулар мен ауыр зардаптарға әкеп соқтыратын бейсана әрекеттер болып табылады. Құтқарушы үшін жүрек керек бірінші, мінез бен төзімділік керек екінші, өрт соққысына тосқауыл жасау үшін ұжымдық пен бірлік керек бұл үшінші. Бұл салада болғаныма көбін естігенмен, пердені көргем жоқ, жүріп сергелдем. Сен сағат тата болатын қасыңызда, күн десең қалжыға дейін. Құтқарушы мамандар неттен қиын жұмысын, күн түндемей жүргіздің, әркез беш, жауынмен алыстым, дауылмен жарыстым, ісіммен тәрбие бейт мен үшін. Армандаймын мамандық, көңілім бар таланттық, өрт сөндіруші қалауын батыр мықты боламын. Өрт сөндіруші боламын, таудай менің талабым, өрт сөндіру саласын, арман тұтар баламын. Құтқарушы қызметі биікте. Құтқарушы деген мамандық бар десеңіз, айтайын сіздерге ақыл-ой түйсеңіз, оларды санастарға теңейді түсінбеген соң, құтқарушылардың ақыл-ойы кемсіз. Нөмір 42-ші орта мектебінің жастарға сыныбы. Менің дабыл чемоданым Телемжан 41-ші мектептен қабыл алып, 43-ші мектепке жолдаймыз.